Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге кальций элементі туралы ақпарат бермекшімін. Жалпы кальций дегеніміз ағзаға өте қажетті микроэлемент болып табылады. Яғни оның қызметі сан түрлі. Мысалы, ол қан ұю жүйесіне қатысады, бұлшықеттердің жиырылуына қатысады, сүйектердің беріктігіне қатысады, қан тамырларының қабырғасына қатысады. Осындай көп қызметті атқарады. Және кальцийді ең бірінші ішпес бұрын оның қандағы мөлшерін тексеруіміз керек. Яғни иондалған кальцийді және жалпы кальцийді тексереміз. Егер олардың мөлшері жеткіліксіз болса ғана біз кальций препараттарын, яғни элементін қабылдайтын боламыз. Ал егерде оны анализ тапсырмай-ақ кальцийді қабылдайтын болсаңыз, егер оның артық мөлшері болатын болса, онда ол сіздің өтіңізге және де бүйрегіңізге тас болып жиналу қаупі бар. Сондықтан да өз бетіңізше бейберекет кальцийді қабылдамаңыз. Ең біріншіден кальцийді қабылдамас бұрын витамин D3-ді қабылдағаныңыз абзал. Өйткені витамин D3 кальцийді керекті орнына таситын витамин болып табылады. Егер кальцийді ішіп, витамин D3-сі жеткіліксіз болатын болса, онда сіздің ішіп жатқан кальцийіңізде онда ешқандай әсер болмайды. Яғни ол сіңбейді организмге. Сол үшін де витамин D3-ді алғашында қабылдағаныңыз абзал. Екіншіден, барлық өнімдер тамақпен ішеміз, сол кезде аш ішегімізде сіңіріледі, иә? Сол үшін де кальцийі мол өнімдерді пайдаланғанымыз абзал. Яғни сүт өнімдері, сүзбе, қаймақ, брокколи, жаңғақтар, міне осы өнімдерде кальций өте көп. Және кішкентай балаларға да осындай құрамда кальций бар өнімдерді бергеніміз абзал. Және де витамин D3-ді беруді ұмытпаңыздар балаларыңызға. Енді екінші сұрақ, көп қойылатын сұрақтардың бірі, қандай кальцийді таңдаған абзал? Кальцийдің негізінен 4 түрі бар. Бірінші кальций карбонаты, кальций глюконаты. Бұл кальцийлердің сіңімділігі төмен, сондықтан да бұл кальцийлерді мейлінше пайдаланбағандарыңыз абзал. Екінші кальцийдің кальций цитраты, кальций фосфаты деген, яғни хелатты кальцийлер бар. Яғни хелатты осы кальцийлердің сіңімділігі өте жоғары. Бізде аяғы ауыр, яғни жүкті әйелдерге беременді кезде кальцийді тағайындайды, 17 неделядан бастап. Яғни оның күндік мөлшерлемесі 1000-1200 миллиграммды құрайды. Міне сондықтан да жүкті әйелдер осы кальцийді, яғни хелатты кальций таңдаған абзал, өйткені бұлардың сіңімділігі өте жоғары болып келеді.